Баршаңызға сәлем, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода осы 11-ші практикалық жұмыстың жасалу жолын көрсететін боламын. Егер де жасалу жолы қызықтырса, видеоның соңына дейін көріңіз, бірақ та каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Жұмысымызды бастайық. Ол үшін PowerPoint-қа кіреміз. Мышканың оң жағын басамызда формат фона деген таңдаймыз. Цвет дегенге барып, другие цвета деген жерден, мына жерде көп деген түстер тұр. Осының кез келген біреуін таңдап, окейді басамыз. Одан соң вставка, оның ішіне фигуры деген жерден 4 бұрышты фигураны таңдап алып, осында қоятын боламыз. Фигураны қойғаннан кейін жоғарғы жақта формат фигуры дегенге барамыз. Контур фигуры деген жерден нет контур таңдаймыз. Заливка фигуры деген жерден ақ түсті таңдаймыз. Ал енді текст жазуға кірісейік. Ол үшін вставка, оның ішінде word art деген жерде керекті текст түрін таңдаймыз. Мен жоғарыдағы сары текст түрін таңдадым. Осы жерге әлемнің көрікті қалалары деп жазамын, және жоғарыда формат фигуры деген жерде заливка текста, контур текста, текстовые эффекты деп тұр. Осы жерден керекті өзгерістерді жасап, осы сөзге эффект беруге болады. Тексті жазып болғаннан кейін, мен осы текстің үстінен 2 рет шертемін, сонда төбесіне қосымша шығады. Осы жерден А дегенге барамын да, қасындағы стрелканы басамын, астына пипетка деген жерге барып, сол жақта тұрған жасыл түсті таңдаймын. Сол кезде бұл текстің де түсі жасыл түске айналады. Немесе жоғарыдағы заливка тексті арқылы өзгертуге де болады. Енді вставка, оның ішіне рисунки деген жерден керекті сурет таңдап, вставить дегенді басамыз. Көлемін шетіндегі дөңгелектер арқылы қозғалтып өзгертеміз. Ал жоғарыда формат рисунка деген жерден мында рамкалар түрлі. Осының ішінен мен мына видеодағыны таңдаймын. Ең төменгі жақтың ортасында тұр. Енді оң жақтағы эффект для рисунка деген жерге барамыз. Оны ең астында поворот фигуры деген бар. Осы жерде біздің суретімізді түрлі бағытқа өзгертетін мүмкіндіктер табылады. Осының ішіне мына видеодағыны таңдаймын, яғни суретті жатқызып қоямыз. Дәл осы әдіспен, дәл осы эффекттерді қолдана отырып, мен келесі суреттерді де қойып шығамын. Бар жоғы 4 қаланың суретін осылай қойып аламын да, барлығын реттеп шығамын. Дәл осы видеоның жасау жолы сіздерге ұнап жатқан болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, әрі достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Суреттердің көлемін, орналасуын барлығын реттеп, және де мында текстқа түрлі эффекттер беру арқылы слайдты дайындап қойдым. Енді сол жақтағы слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді таңдаймын. Солай келесі слайдпен жұмыс жасаймыз. Бұл слайдта мына тұрған текстті жоғары қарай жылжытамын, және де суреттердің орналасуын өзгертеміз. Ол үшін бізге слайдты кішірейтіп жасаған ыңғайлы болады. Ең астындағы суретті кішкене төмен қарай түсіретін боламыз. Ал ең бірінші тұрған суреттің үстінен бір рет шертіп, жоғарыдағы формат рисунка дегенге барып, ондағы біздің ең соңғы қойған эффектті алып тастаймыз, яғни поворот фигуры деген жерден без поворота дегенді таңдаймыз да, мінекей суретімізді анықтап көрсетеміз. Және де әлемнің көрікті қалалары деген жазудың астына осы Астана қаласы туралы кішкене ғана мәлімет жазып кетеміз. Мен алдын ала дайындап қойдым, осыны копировать етіп, жағы бетке вставить етеміз, және де осы текстті міндетті түрде өзгеріс жасаймыз. Бұл себебі интернеттен алынған, шрифті барлығын өзгерту керек болады. Көлемін де, түсін бірақ мен осы қара түске қалдыра беремін. Және жоғарыда Arial деп тұрған жерден керекті шрифті таңдауға болады. Мен осы слайдты таңдаған шрифттарды қалай осы PowerPoint-қа енгізу керектігі туралы, егерде білгіңіз келсе, мен шортс видеоға салған болатынмын. Ол видеоның сілтемесін мен описание бөліміне қалдырамын. Міндетті түрде көріп, осындай әдемі шрифттарды өзіңіздің PowerPoint-ыңызға енгізіп алыңыз.
барлық өзгерістерді жасап дайындап болғаннан кейін сол жақтағы слайдтың үстінен, яғни ең соңғы слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып дублировать слайд деген таңдаймыз. Солай келесі слайдпен жұмыс жасаймыз. Бұл жолы мынау Астананың суретінің үстіне басып формат рисунка эффекты деген жерден қайтадан сол бұрынғы поворотты таңдап сәл жоғары қарай көтереміз. Одан кейін келесі суретті сәл ортаға апарамыз да осы суреттен поворот эффектісін алып тастаймыз. Және де мынау Астана туралы мәліметті өшіріп тастап, осының орнына мен Мәскеу туралы мәліметті жазатын боламын. Дәл осы әдістерді қайталай отырып, барлық суреттерді осылай қойып шығатын боламыз. Мінекей барлық суреттерді жасап, тексттерді жазып болдым. Енді сол жақтағы слайдтарды стрелка кнопкасын басып отыру арқылы мышканың сол жағын басып отырып барлық слайдты белгілеп аламыз. Және жоғарыдағы переходы деген жерден трансформ дегенді таңдаймыз да слайдымыздың қалай шыққанын көреміз. Неке слайдымызды ашып қарасақ, барлық суреттер анық, әдемі көрініп тұр. Бірақ келесі сурет ашылған кезде барлығын арасы тығыз болып, маған онша әдемі көрінбеді. Сол үшін мен тағы да өзгеріс жасағым келіп тұр. Ол үшін мен үшінші слайдтан бастап жасаймын өзгерісті. Үшінші слайдқа барамын. Ең бірінші Астананың суретін аламын да, оны сәл жоғарыға көтеремін. Екінші суретті де сәл ортаға апарамын. Астындағы суретті де кішкене жылжытамын. Төртінші слайдқа барған кезде уже бірінші суретті осы беттен алып тастаймын, яғни өте қатты жоғары қарай көтеріп жіберемін. Дәл осылай кішкене арасын мен алшақтатамын, сол кезде более әдемірек көрінетін болады. Құрметті көрермен, егер де осы секілді креативті әрі әдемі көрінетін слайдтардың жасау жолын үйренгіңіз келсе, онда менің PowerPoint деп аталатын плейлистіме өтсеңіздер болады. Ал енді өзгеріс жасағаннан кейінгі слайдтың көрінісі маған өте қатты ұнады. Сіздерге де осы видео ұнады деген сенімдемін. Сол үшін осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Әрі каналыма тіркеліп, колокольчикті баса отырыңыздар, себебі алдағы уақытта осындай практикалық жұмыстардың көптеген түрі шығатын болады.